Мен әрдайым өзім қолданатын осы аламан өнімдерін сіздерге де ұсынар едім. Аламан өнімін қолданатын сарбаздарымыздың саны артып келеді. Ендігі жерде нағыз ерлерге арналған күш пен қуатты толыстыратын өнімдерімізді профи бокстағы жолын енді бастап келе жатқан Бауыржан Бекмұрзаев та қажетіне жарата бастады. 7 кездесуде жеңілмей келе жатқан талантты боксшы әлі әлемдік рейтингтерде атой салуға дайын. Ал тұрақты тұтынушыға айналған Саламат Есбулаев американдық ПФЛ лигасының жауынгері атанды. Ендігі жерде жарқын файтер аламанның күшін жаһандық аренада паш етуге құлшынып отыр. Саламаттың әлемді шеберлігімен тәнті ететіндігіне сенім мол. Тек қана табиғи қоспалармен жасалынатын біздің өнімдер қазірдің өзінде мыңдаған адамдарға көмектесті. Сіз де қалыс қалмай аламанның алдыңғы қатарындағы сарбаздарына қосылыңыз. Хабарласыңыз, қалыс қалмаңыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз берік болсын. Бүгін қазақ профи боксшылар туралы айтайық. Бірқатар боксшыларымызда кездесулер бекітілген, кейбіреулері тіптен сарсаңда жүр. Өйткені мансабының болашағы айқын емес. Кеше ғана өзбек профилері туралы жақсы жаңалық шықты. Олардың бірқатар шеберлерін жаңа құрылған ұйым Зуфа боксинг өз қатарларына алыпты. Ал біздің бұлғар қолғап шеберлерге әзірге назар аудармауда. Дегенмен былтыр наурыз айында Данияр Елеусінов Дана Уайт пен Турки Аля Шейх құрып жатқан жаңа бокс ұйымына алынғанын айтқан еді. Және сол жерде дебютты жекпе-жекке дайындалып жатырмын деген. Шілде айында ол Америкада бокстаста Джеймс Бейкен есімді филиппиндікпен жолығып 8 раундқа белгіленген сынның екіншісінде құлатып тастады. Жақсы дедік, бірақ бокс кешінің мынадай залда өткендігі көңілге кірбің ұялатқаны бар енді. Әйтпесе әлемнің үздік ареналарында жап-жарық софиттердің астында бокстасып жүрген ұлы еді ғой. Қай жерде солға кеткенін де білеміз. Сан мәрте айттық та, оны қайталай берудің қажет жоқ. Дегенмен, осы сәтке дейін әлемді алдында тізерлететін потенциалы бар боксшымыздың мұндай жерде бокстасқанына іш удай ашыды. Даниярдың өзде құлыптаулы қамыт киіп алғанын білет. Оны алып тастау мүмкін болмады. Құлыптың кілтін ұстағандар қомақты қаржы талап етті. Бірақ ондай қаражат қайдан болсын? Ендігі жерде аламанның алдын бермейтін әлеуеті бар тұлпардың арбаға жегілген қара байырдың күйін кешіп жүргеніне не дерсің? Сонда да бір берекесі болар дейміз. Даниярды есептен шығарып тастағандар өте көп, бірақ мен олай ете алмаймын. Өзде бір кездер боксты қоямын деп, екі ойлы болып жүріп, түбінде жалғастырамын деп шешімге тоқталды. Енді сол жоғарыда айтқан Зуфа жақсы жекпе-жектер беріп, құтқарып қалса деген тілек бар. Зуфа апта сайын кештер жасап жүр. Осы жылы сол кештердің бірінен қазақ чемпионын да көріп қаларымыз. Садриддин Ахмедов те өз мансабын тоқыратып алған профи бір жылдары Канелоны ұтатын қазақ болса, осы Садриддин деп айтқан есімде. Әрине, ол кезде от болып тұратын Канадада жүрген қазақ. Қателеспесем, ол Eye of the Tiger компаниясында француз Кристиан Мбили, ресейлік Асланбек Махмудовтармен бірге жүрген еді. Алайда Камил Стефан оларды місе тұтпаушы еді. Қазақстандықты ұйымдағы номер 1 боксшы ретінде көрді. Оны өсірумен, дамытумен айналысты. Алайда бір сәтте Садриддин алдыда олармен келісім шартын үзіп тастады. Бұл пандемиямен тұспатыс келген шақ болатын. Неге өйтті түсінбей қалдық. Мүмкін профи бокстың алыптары оны өздеріне шақырған шығар деді де қойдық. Сол кезде голдан бойға баратын болыпты деген жел сөздерде жүрді. Кейін белгілі болғандай түкте жолық болып шықты. Ахмедов біршама уақыт елде болды. Аз сенделген жоқ. Кейін оны Головкиннің промоутері болған Том Лефлер қолға алған еді. Қазір сонымен жұмыс жасап жүрген болу керек. Өткенде Садриддин ақпан айында кездесу дегенді меңзеп еді, бірақ әлде түкте жоқ. Өйткені Лефлер қазіргі сәтте сол Зуфа боксингтің матчмейкингімен айналып жүрген секілді. Сол жақтан көріп қалдым өткенде. Мүмкін Садрды да сол жаққа қарай тартатын шығар. Бұл енді болашақтың ісі шығар. Ал мен басында неге Мбили мен Махмудовты айттым? Мбили қазір Канеломен өзара кездесуге келісіп жатыр. Ешқайда кетпегенде мына видеода біз қазақты көрер едік. Ал Асланбек болса Тайсон Фьюримен бокстасады. Көріп отырғандарыңыздай Eye of the Tiger'де қауқары бар екен. Оларда боксшыларды әлемдік деңгейге шығара алады. Олардан кету қате болды ма? Бір жақты өйткені ең қымбат актив ол уақыт. Ахмедов нағыз дүрілдеп тұрар сәтінде іссіз жатты. Енді ештен кеш жақсы дегеннен басқаны айта алмаймын. Батыр Жүкенбаев та канадалықтардан кетіп тынған. Қос қазақ аралығы бірнеше ай ішінде бірінен соң бірі кетті. Олардың не үшін бұл жақтан ат құйрығын ала қашуын түсінбедім.
сол қаражат жағы шығар. Көбірек табамыз басқа жақтан деді ме, жолдары екі айырылды. Одан кейін де Жүкенбаевтың тасы өрге домалады деп айту артық болады. Әртүрлі промоушендермен ол бірнеше кездесу өткізді. Бірақ олар рейтинг көтеру болмаса басқа табысқа кенелтпеді. Қазіргі сәтте Батыр WBA рейтингінде ғана 12-ші орында тұр. Қалған салмақтар бойынша үздік 15 боксшы қатарына кірмейді. Теренс Кроуфордтың командасына барып қосылғысы келген, бірақ бір лагерде оның спарринг қарсылас атанғанымен бұл байланыс арыға бармады. Қазіргі сәтте Жүкенбаевтан нақты жекпе-жек бар. Ол мамыр айында өзбек Шохжахон Эргашевпен бокстасатын болды. Бұлсын Орта Азияға қызық, бірақ әлемге емес. Эргашев осы сәтте көбіне өзінің промоутерлік компаниясын дамытумен айналып жүрген жайы бар. Әлемдік үздіктер қатарына айналып келіп қосылады деу енді артық болады. Бір кездері екеуі де от болып тұрғанда жекпе-жек өткізгенде дұрыс болар ма еді? Ал Батырға жалғыз жеңіліс салған Субрель Матиас болса тіптен төмендеп кетті. Ол қазіргі сәтте еш тұжырымда чемпион емес. Аса ауыр допингпен ұсталды. Соңғысын допингсіз өткізген болу керек. Далтон Смиттен 5-ші раундта нокаутпен ұтылды. Батырға қазір осы боксшыны нысана тастау керек-ау. Онымен шығып жеңген жағдайда ғана американдықтар Жүкенбаевтың жеңілісін жапқанын мойындайды. Ал қазіргі сәтте өрлеп тұрған ол Сұлтан Зауырбек. Шымкенттік шеберде элиминаторлық сын бар бұл күнде. Ол 24 сәуір күні Австралияда Джексон Джон Ингландпен бокстасатындығы белгілі. Сұлтанның сөзінше жекпе-жекке келісімшарт жасалып қол қойылған. Енді оразадан соң тікелей дайындық басталады. Жеңіске жеткені чемпион Ламонт Роучпен шығатын болады. Міне қазіргі жағдайы осы. Қалған боксшылар маңында тоңған тыныштық бар. Сіздер жиі сұрайтын Жан Касабутский меніңше боксты қойып кетті-ау. Ол соңғы рет 23 жылы Эфе Аджагбадан ұтылған, содан бері бокста не барын, не жоғын білдірмеуде. Бек Нұрмағамед болса қашан Америка сатыны анық емес. Әзірге ол да елде жүр. Канелоның жаңасыны пайда болғанда сол жаққа кететін болуы керек. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.